Саламатсыздарбы ата-аналар, мен педагог модератор, тәрбиеші Мадина Арбагүлназ. Бүгінгі кеңесіміздің тақырыбы кел балалар ойнайық, үйде ойналатын ойын түрлері. Ойын балалық шақтың ең бір керемет кезеңі. Баланың өсіп дамуы, өмірге бейімделуі осы ойын арқылы қалыптасады. Баланың таңның алғашқы күннен бастап дамыту құралы да ойын әрекеті болып саналады. Ойынның басты құралы ойыншық. Біздің балабақша дендротерапия әдісін қолданады. Дендро деген грек тілінен аударғанда ағаш дегенді білдіреді. Яғни балабақшада ойналатын ойыншықтардың бәрі ағаштан табиғи өнім болып саналады. Кеңесіміздің басты мақсаты ата-ана мен баланың үй жағдайында ағаштан жасалған бұйымдарды қолдану арқылы ойын әрекетін ұйымдастыру. Мысалыға, ағаштан жасалған қыстырғыштар тұрмыстық қажеттілікте жуылған таза киімдерді қыстыруға арналған құрал. Ал ойын кезінде, мысалға отбасының бәрін отырғызып, бір қыстырғыштан беріп, әрі қарай дөңгелек қағазды бауырсақ ретінде алып, мен бауырсақ, қаптың түбін қағып ап, екі уыс ұн жинап, елеуішпен елеген, қаймақпен иленген, күйдірмей майға пісірген, атамнан қаштым, апамнан қаштым, қояннан қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым, түлкіден де қаштым деп бір-бірлеріңізге бауырсақты беру арқылы баланың қол моторикасын, тақпақ айту арқылы тілін, сөздік қорын, ертегі кейіпкері болу арқылы қиялын дамытасыздар. Келесі осы қыстырғыштар арқылы саусақтарға массаж жасаймыз. Бұл ойын түрінде баланың саусақтарға массаж жасау, санамақ айту арқылы миына сигнал беріп, яғни ойлау қабілетін арттырамыз. Бір үйде біз нешеуміз, кел санайық екеуміз, бас бармағым әкем, балалы үйрек анам, ортан терек ағам, бұлдыр шүмек мен, кішкентай бөбек сен. Санамақты айту арқылы есте сақтау қабілетін арттырамыз. Келесі суши таяқшалары. Музыка арқасымен үстелдің үстін тақылдаута отырып, артқа, алға, оңға, солға жүреді. Бір орында секіруге болады. Бұл жерде баланың физикалық дағдысын қалыптастырып, кеңістікті бағдарлауды біледі, есту қабілетін арттырады. Тағы да солай үстелді тақылдату арқылы көрмей, балаға қанша дыбыс, қанша сан естігенін айтқызу арқылы танымдық қасиетін дамытады. Барлық ас үйде ағаш қасықтар бар. Осы ағаш қасықтарға маркермен ертегі кейіпкерлерінің бет бейнесін салып, ертегіні сонда ойнауға болады. Мысалға шалқан ертегісі, шұбартау ертегісі, бауырсақ ертегісі, тағы сол сияқты. Оқтау барлық үйде бар құрал. Ойынға арнап, жаңасын алып, арнап қойсаңыз болады. Балада жалпақ табандылық көптеп кездеседі. Табанға массаж жасау арқылы осындай аурудың алдын алып, есік алдына немесе тауға, саябаққа серуенге шығып, қарағайдың жаңғағы теріп алып келіп, қолға массаж жасау арқылы алдында айтып кеткендей баланың миын дұрыс жұмыс жасауын дамытады. Таяқшалардан пішіндер, үй, көпір, неше түрлі фигура құрастыруға, бірден 10-ға дейін тура және кері санауды, қосуды, алуды үйрете аламыз. Таяқшаларды түрлі түске бояп, түстерді ажыратып, тануға үйретеміз. Бір қарапайым таяқшаның көмегімен шығармашылығын, танымдық ойлау, есте сақтау қабілеттерін, логикалық ойлауын дамытамыз.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Осымен бүгінгі кеңесімізді аяқтаймыз. Жоғарыда айтылған ойындарды пайдаланып, қарапайым үйдегі заттармен балаларыңыздың шығармашылығын, ой қиялын, танымын, физикалық қабілеттерін дамытып қалыптастырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.